Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа күрішті осындай ерекше етіп жасап ұсынуды жөн көрдім. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Табамызға сұйық майды құйып, пиязды қуырамыз. Бұдан кейін етті жұқа етіп, жіңішке қылып, оны да турап аламыз. Етімізді жуып алып, оны да қосып қуырамыз. Пешіміздің астын орташа отқа қойып, етті қуырамыз. Бұдан кейін сәбізді де дәл солай жіңішкелеп турап, еттің үстіне қосатын боламыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео пайдалы болып жатса, ұнаса, поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке-сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Және де каналға да тіркеліп отырыңыздар. Қуырылып жатқан етіміздің үстіне дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. Үстіне су құйып, қайнатамыз. Етіміз піскенше бетін жауып, баяу отта қайнататын боламыз. Бөлек ыдысқа майды құйып, күрішті жуып саламыз. Күрішті алдымен араластыра отырып, қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Үстіне ыстық су құйып, қақпағын жауып, баяу отта қайнатамыз. Судың мөлшері күріштен 1-1,5 сантиметрде асып тұруы қажет. Етіміз піскен кезде болгар бұрышын тураймыз. Оны да дәл солай жіңішкелеп турап шығамыз. Болгар бұрышын қосып, үстіне соя соусын құямыз. Қақпағын жауып, аз ғана болгар бұрышы піскенше бұқтырып аламыз. Осымен тағамымыз дайын. Күрішке жүгері дайын араластырып қостым. Енді күрішті кесеге салып, аударып, осылай әдемі етіп ұсынамыз. Жанына подлевін құямыз. Не ерекше кешкі асымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір жаза отырыңыздар.